Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін қазақ тілі 3-ші сыныптың 79-шы сабағын өтеміз. 52-55-ші жаттығу, яғни бүгін біз осы тапсырмаларды орындаймыз. Ешқандай каналда жоқ, ешқандай кітапта жоқ, яғни жауаптарды жазатын боламыз. Ешкімнің видеосынан қайталанбайтын мәтіндер, қайталанбайтын сөйлемдер болады. 52-ші жаттығу текемет туралы мәтіндерді оқы. Текемет бетіне түрлі түсті ою-өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып, түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түстерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп, бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Бейнелеу өнері кітабынан. Текемет. Біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді. Енді бірі шиге орап, жабылып, бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне қатайсын деп қарпиды, шықты кейіс пісті де сыннан өтіп, сан қилы. Ораз ақын Асқардың бұл өлең екен. Енді бұл жердегі айырмашылықтарды қазір айту керекпіз. Сұрақтарға жауап берейік. Екі мәтіннің жанрын анықта. Көркем мәтін, ғылыми танымдық мәтін. Бұл жерде бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтін. Екінші өлең жолдары көркем мәтін. Олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Текемет қай мәтінде нақты, қай мәтінде бейнелі сипатталған. Екі мәтіннің ұқсастығы екеуі де текемет туралы. Айырмашылығы бірінші мәтінде текемет туралы нақты айтылған, ал екінші суретте текемет жайлы бейнелеп суреттеліп айтылған, бейнелі сипатталған. 53-ші жаттығу. Оқы, түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр. Білек, білегім, аспап, аспабым, моншақ, моншағым, тарақ, тарағым, тарағы. Халық, халқы, әріп, әрпім. Яғни балалар бұл жердегі түбір сөздерге білек деген сөзге мысалға деген жалғау жалғанса тәуелденіп кетеді. Сонда к-мыз г-ге айналып кетіп тұр. Тәуелдік жалғау жалғағанда түбір сөздің соңында қатан, п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Доп, добы, жүрек, жүрегі. Қалақ, қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Халық, халқы, әріп, әрпі. Осы тәуелденген сөздермен сөйлем құрастырып айтып көр. Менің білегіме тағатын әртүрлі білезіктер бар. Жазира моншағымды сұрап алды. Басқа қыздың тарағымен тарауға болмайды. Айдос аспабын сындырып алды. Түркия халқы 70 миллионнан асады. Менің әрпім кейде түсініксіз. Яғни біз жаңаға берілген сөздермен, яғни тәуелденген сөздермен осындай әртүрлі сөйлемдер құрастырдық. 54-ші жаттығу. Жақсадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жаз. Біздің халқымыз бақытты. Сенің даусың естілмейді. Менің уақытым болмады. Мемлекеттің мүлкін шашпа. Ораз ернін жыбырлатты. Яғни тәуелдік жалғауын жалғап, осылайынан жазып шығасыздар. Әрі қарай келесі 55-ші жаттығу. Балалар, сабақ ұнап жатса лайк басып тіркеле кетіңдер. Біздің каналда қазақ тілі, әдебиет, орыс тілі сабақтары бар, кіріп орындап алыңдар. Подписаться кнопкасын басып қойсаңдар, бізді жоғалтып алмайсыңдар. 55-ші жаттығу. Суреттің және тірек сөздердің көмегімен іскер тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Тақырып ісмер. Тірек сөздер түскиіз, бөлме қабырғасын сәндеу, ұлттық жиһаз, ісмер түсті жіп, кестелі ұсақ моншақтар, алтын зерлі жіп, өрнек сән беру дейді. Құрастырған мәтініңнің тәуелдеулі сөздерді тауып астын сыз дейді. Енді балалар, бұл жерде біз, яғни ешкімнен көшірмей, тек қана жаңадан бір мәтін құрастырамыз. Яғни әртүрлі YouTube каналдарда қазір көп қой видеолар, бірақ біз өзіміздің мәтінімізді құрастырамыз. Менің анам ісмер, қолынан барлығы келеді. Түскиіз басып, бөлме қабырғасын сәндеу, анам үшін түк те емес. Оның бөлмесінде алтын зерлі жіп, түрлі түсті жіп, ұсақ моншақтар, өрнек, бәрі бар. Осылардан әдемі жиһаз жасап, бөлмеге сән береді. Сабақ аяқталды.